Баршаңызға сәлем. Өткен видеомнан сұралған 5000 лайк тез жиналыпты. Керемет. Сондықтан бүгін енді Слово пацана сериалының 3-4 бөлімдерін көретін боламыз. Егер осы видео 7000 лайк жинаса, онда 5-6 бөлімдерін шығаратын боламын. Ал олай болса лайк жинауды бастаймыз. Cowboys, сайрайды. Алдыңғы бөлімдерінде бас киім мәселесі Марат пен Кащейдің мойнында болғандықтан, Марат Андрейдің алдында кінәлі сезініп өзіне қояр орын таппай, әлгі дүкенге келіп басқа сатушының кезегінде ұрланған қымбат кепканы өткізіп орнына бөрік алмақшы болады. Тәнмей қалады деп ойлаған ғой. Бір кезде алдыңғы сатушы шығып қалып, бұны тәніп қоятыны бар емес пе? Содан Марат сыртқа қашып шығып, ағылшын апайдың басына көзі түсіп, соның бөрігін қағып алып, пацандарды жинай сала, Андрейдің кіреберісіне аяқ киімдерді распродажа жағып жіберіп, оның шешесіне көз бояушылық сыйлық жасайды. Біреуі қуанса, біреуі шырылдайды дейтін заман не істетпейді енді. Светлана әлгі жерде мәз болып, Андрейдің достары сондай мейірімді екеніне көзіне тағылған Барбидің көзілдірігімен бір тамсанып алады. Ал мына жақта Флюра Габдуловнаның жылап жатқанын бұл кісі қайдан білсін? Біраздан соң Мараттың әкесі үйіне келіп, түк істемеу дейтін жұмыс тауып алып, соны істеп жатқан Адидасқа қапа болып, мына жатсың болмайды сенің дейтін қазіргі таңдағы ұрыстың ошағында қайнап жатқан ең танымал әңгімелердің бірін айтады. Иә, трудовойын қолына ала салып, зауытқа қарай жүгіріп бара жатқан қолтықшашты енді өздерің де көріп отырсыңдар. Алдыңғы бөлімдерінде дискотекаға жол тартып бара жатқанда, Ералаш пен Кирилл шакалдарға таланып, Кирилл Ералашты тастап қашқанын білесіңдер. Ертесіне Кирилл өзін кидала сезінуден безіп, жөлмекпен шекесін жарақаттап, өзі де сол шакалдарға таланғандай түрімен пацандардың ордасына ой байлап кіріп келеді. Әңгіме барысында Ералаштың жоғалғаны анықталады. Сол себепті Марат оны іздеп әжесімен жолығады. Әжесі оның ауруханаға түскенін біліп, сорпасын дайындап жиналып жатады. Оны естіген Марат әжесімен ілесіп сол жаққа аттанады. Біраздан соң барлығы ауруханаға жиналғанда, бұларды кезекші күтіп алып мәйітханаға шығарып салады. Байқұс әжесінің ойында түк жоқ. Қолына сорпасын ұстап, Илдармен бірге ішке кіріп, Ералаштың мынадай денесін көріп, аңырап сыртқа атып шығады. Марат оның қасына отырып, әжесін жуата бастайды. Илдар Андрейді ішке кіруін сұрайды. Турба, жоқ, бәріміз бірге кіреміз, деп тұрып алады. Илдар, ол жағын уайымдама, әлі әрқайсыңнан жеке-жеке спрос болады, деп Андрейді ішке алып кіреді де, мәйіттің аялдамадан табылғаны жайлы ақпарат береді. Әңгіме арасында Ералаш өліп жатса да, екінші қателігін жасап қайта дем алып қойып, Слово пацана деген сериалға түсіп жатқан сияқты болады. Сол уақытта старшактар Кириллді сұраққа алып, ал түсіндір дейтін әңгімесін бастайды. Біле білсек, Кирилл түр жасап келгенде, бұларға шабуылдың басқа жақта болғанын айтқан етін. Енді Андрей Ералаштың мәйіті аялдамадан табылғанын біліп, Кириллді сөзден ұстап алғысы келеді. Кирилл әрі жұтып, бері жұтып, әлгі жерде бәленің бәрін разъезд тобырындағы пацандарға жаба салады. Ертесіне Марат разъездің белгісіне сары ізін салып, олардың үймелеп отқан жеріне барып, разъезд! деп айқайлап қашып универсам тарапынан қарымта стрелға кеп тірестіреді. Арада үлкен шайқас басталып кетеді. Елге болып жатқан шайқас қызық болса, маған не қызық айтайын ба? Екінші серияда итермесе оталмайтын москвич бар еді ғой? Сол осы гараждардың бірінде сақталады екен. Содан универсам пацандары барлығын ұйықтатып болған соң, олар автобуста отырып, болған жайтты қайта айтып, хаха ұстау дейтін сәт орын алады. Барлығы ордаларына келгенде, универсам және разъезд тобырларының старшактары Кирилл қышытқан шайқасты талқылап, бұларың не? Кезінде бүйтіп едік қой, сөйтіп едік қой дейтін жақсылықтарын міндетсініп түсінбестікте отырады. Сонда Кирилл кіріп келіп старшактардың сұрағына жұтқыншағын дайындап, кім шабуылдағанына нақты жауап бере алмай сөздерін жұтып тұрады. Олар кеткен соң Кащей Кириллді ортаға салып, оны сұраққа алады. Бір қызығы, алдыңғы серияларда үй іргесінде жатқан дядь Толя әлгі автобустың жүргізушісі екен. Ол мына болған жағдайдың бәрін көргендіктен, Кащей сол ақпарат жайлы құлағдар болып, осы жерде Кириллдің өтірігі шығып қалады. Ол оған да өтірік жауап беріп, алдындағы айтқан өтіріктерін ұмытып, разъезге бәлесін жапқаны да білініп қалады. Былай айтқанда барынша сөзден ұсталып чушпандыққа қадамын жақындата береді. Нәтижесінде Кирилл тобырдан қуылып, тиісті соққыларын қабылдап пацандардың түкірігіне батып кетеді. Андрей түкіруден безеді, бірақ Турба оған да түкіртеді. Енді осы сәттен бастап бұнымен ешкім қол алып амандаспайды және басқа да тобырларға қосыла алмайтын болады. Содан ертесіне Ералашты жерлеу рәсімі орын алады. Адидас пацандардан тиын жинап, керек жараққа оны жүргізушінің қолына ұстатады. Артынша пацандар ұрандарын айтып, Ералаш үшін кек алатындарымен ант етеді. Андрей үйіне келгенде, шешесі бұның көше қаңғырып жүргеніне ашуланып, оны мектеп жастан қабылдайтын Суворов әскери оқу орнына бермекші болады. Света жатқан бөлмеден Илдар да шыға келіп, осы сәттен бастап саған енді мен әке болып қалуы мүмкін, кім біледі, дейтін әңгімесін бастап, артынша Андрейге іздеуде жүрген Хади Такташ тобыры жайлы ақпаратымен бөліседі. Сонымен қатар Хади Такташ тобырынан Равиль Исаков дейтін мынау біреу Ералашты өлтірген сұмырайды айтып қалады. Оны естіп алған Андрейдің бір аяғы осы жерде, бір аяғы мына жақтан пайда болып
болуп дереу старшактармен бөліседі. Сонда Зима шығып, сен өзің 200-ді бәлекесің. Ана жақта мусормен сыр бөлісесің, мына жақта бізбен нан бөлісесің. Мүмкін сені ол әдейі осы жерге жіберіп отқан шығар. Шыққанда қазір бізді бір қора жақсы адамдар күтіп тұратын шығар. Сен соны ойландың ба? Деп Андрейге күдіктене бастайды. Біраздан соң Андрей Иринаның квартирнигіне барып, сол жерде жиналып отқан музыканттармен және Джон дейтін хоббитпен танысады. Ал олар бұған ала көзімен қарап, гопник Андрейді жақтырмай қояды. Андрей андағыны ән деп тұрсың ба, онда мәсаған деп пианинода өз өнерін көрсетеді де бәріне ренжіп шығып кетеді. Ирина оны қуып жетем дегенше, ана жақтағы подъездің есігі жабылып жатады. Ертесіне әдеттегідей Ескендір тарапынан ілгіштердің арасында чушпандарды секіртіп тиын қағып алу әрекеті орын алады. Сонда араға Андрей түсіп, чушпанды өзіне меншіктеп пончикпен жұдырық сермесіп төбелесе кетеді. Нәтижесінде Андрей жеңіп, чушпанды босатады. Осы жерінде Андрейдің іс әрекетіне шын мәнісінде шапала құрып қойсақ болады. Сабақта отырғанда кабинетке директор кіріп келіп, Ағылшын апайдың бас киімін тартып алғаны жайлы құлақ қағыс айтады. Осы сәтте Ағылшын апай онымен қоса мектептің завучы болып шығатыны қалай кетті? Масқара. Содан Андрей асханаға келіп, менің шешеме ұрланған бас киім әкеп бергенің не? Дейтін кезекті ренішін білдіреді. Бір кезде Флюра Габдуловна пайда болып, жәбірленер алдында бұрышта Маратты көргенін айтып, оны тәртіпке салмақшы болады. Марат қашып құтылады да пацандардың жиналып жатқан жеріне тап болады. Адидас оны төсектің астында кастет жатыр. Алып кел соны, деп жұмсап жібереді. Ал үйде бұлардың әкесі директордан бас киім жайлы ақпарат естіп алып, қамшысымен сабайтын көтен іздеп отырады. Содан Марат кастетті ала бергенде, оны әкесі бас салып, пәтер ішімен Джерриді қуған Том секілді. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын дейтін Абай атамыздың сөзін еске түсіріп Маратты тәрбиеге салады. Нәтижесінде жынды болса байлап бақ дегендей оны әкпесінің үйіне апарып тастауға көшеді. Волгада отырғанда терезе біресе буланып тұрады, біресе құп-құрғақ. Одан кейін қайтадан буланып, сосын қайта кеуіп кететіні қызық болады. Сол уақытта Кащей келіп, старшактарды қасына шақырып алып, Ералашты өлтірген Хади Такташ екеніне көз жеткенін білдіреді. Алайда Кащей задни беріп, өз жоқтың көз жоқ дегендей, Ералаш өзі бірінші допускат етіп оқтағаны үшін таяқ жеді дегенге келтіреді де, ат бойын беріп кетіп қалады. Адидас намыстанып, мен жалғыз өзім барып Ералаштың кегін қайтарамын. Менімен лесесіңдер ме, леспейсіңдер ме, ол өздеріңнің қалауларың, деп Хади Такташты қыруға аттанады. Ал сен не істер едің, қалатын бедің, әлде баратын бедің? Комментке жазып өтсеңдер болады. Мына жақта Марат Волганың есігін ашып, әкесінен қашып зытып береді. Аулада ақырында Адидастың артынан пацандар еріп, жауды талқандауға аттанады. Бір қызығы, бұл сериалда Лиаздан басқа автобус жүрмейді ау деймін. Мысалы, Андрей мен Марат ең алғаш қай автобуста танысты? Лиазда. Ералашты өлтіргенде Кирилл қай автобуста болды? Лиазда. Разъезді қырып болған соң пацандар қай автобусқа отырды? Лиазға. Енді барлығы жиналып, стрелға қай автобуспен аттанады деп ойлайсыңдар, айтыңдар? Әрине Лиаз. Сонда қалада Газ, Паз, Лаз, Икарустар жүрмеген ба? Әлде Лиаз ғана жарнаманың жағдайын ойлаған ба? Деп Казбой сондай-сондайларды байқап қоятын жері тағы бар. Содан Адидас тобырын ертіп алып, аула арасында шайқас бастап терезеден қараған тұрғындарға тегін концерт көрсетеді. Жекпе-жек барысында Адидасқа тақтайдың шегесі қадалады. Оны суырып жатқанда шошайып бір бәле шыға келеді. Мейлі пенопласт шығар дей саламыз. Шайқас басталмай тұрып, бір тұрғын полиция шақырып үлгерген болатын. Көп ұзамай олар да келе қалып, бәрін тарқатады. Жарақат алғандардың ішінде Андрей мен Адидасты байқауға болады. Кейіннен той тарқаған кезде Марат келіп, полициядан мән жайды біліп алады. Түнге қарай ауруханада жарадар Андрейдің қасына Ирина келіп, жындысың сен, Андрей, мүмкін мына жағдай саған сабақ болатын шығар, деп бетінен сүйіп Джонның сәлемдемесін айтып кетеді. Марат Кащеймен жолығып, одан пацандардың бәрі қырылды дейтіндей, осындай жаңалық біліп алады. Оған қапа болған Марат үйіне барайын десе, әкесі қуып жіберген. Далаға шығайын десе, полицияның рейді маза бермейді. Енді оған мына диванда жатып түнеуге тура келеді. Андрей палатасынан шығып, посттағы медбикеден Равиль Исаковтың қайда жатқанын біліп алып, соның палатасына тісін қайрап жетіп келеді де, Ералаштың кегін оны пәріп жіберу арқылы қайтарып, артынан 667 соққысымен байқұсты ауыр жарақаттайды. Таңертең Марат ауруханаға келіп, ішке кіре алмай тұрады. Бір кезде көз алдынан интерндерді көріп қалып, солардың біреуінен күшпен халатын тартып алып, ішке интерннің түрін жасап кіріп кетеді. Осы кезде Хади Такташтықтар терезені сындырып ішке ене бастайды. Турба, Марат және Андрей Адидасты алып қашу операциясына кіріседі. Лифтте тұрғанда Адидас ең алғаш Наташа дейтін медбикені көріп, көздері жайнап кетеді. Ой, бұлардың романтикасы әлі алдыңғы бөлімдерде талай айтылатын болады. Жіберіп алмасаңдар болды. Содан лифтқа кіргенде бұларды хадиштер жұдырықпен күтіп алады. Ал үшеуі оларға қолмен де, құтымен де тойтарыс беріп, дәліз бойымен зуылдап отырып сыртқа аман-есен атып шығады. Әрі қарай көрінген көлікке Адидасты салып, оны гыталық тәсілмен айдап кетеді. Әлгі жерде Андрейдің шешесі мен қарындасы шығып қалатын бар емес пе? Мына көріністі көрген шешесі мен қарындасының реакциясын аяп кететін жеріміз тағы бар. Онымен қоса бағаннан бері арттан қуып келе жатқан жау мына сәттің бәрінде бір жерге отырып демалып алады да, кейіпкерлер көлікпен орнынан қозғалған сәтте оларды қуып жетеді дейтін кинозаңдылықты белгілеп қоямыз. Жол жөнекей арттан қуған полицияны
машинаны ладаға соғып, әйтеуір барлығы аман-есен өздерінің мекендейтін үңгірлеріне жетіп алады. Бөлмеге куртка туғыш лампа кіріп келіп, бәріне куртка таратып береді. Осы сәтте Адидас Маратты сұраққа алып, шайқас кезінде қайда балдың дейтін сұрағын қояды. Марат мына оқиғаны айтып жауап береді. Ал Адидас оған сенеді. Бір кезде Андрей Равильді ұрғанын мойындайды. Сонда Турба ашуланып, көке, старшактардың орнына шешетін сен сонда решала медің дейтін әңгімесін бастайды. Ал Адидас керісінше оны қолдайды. Соны Турба көре алмай, ісім сендермен болсын дегендей тұрып кетеді. Енді не істейді байқұс, Адидасқа қарсы шыға алмайды ғой. Біраздан соң Марат Андреймен ілесіп, Джонның тобымен орындалып жатқан музыкалық үйірмеге келеді. Бұл жақта әңгімелері жараспай, түбінде Мараттың жүйкесі сыр беріп, екеуі де шығып кетеді. Түнге қарай Мараттың баратын жері жоқ болғандықтан Андрейдің үйіне қона салады. Шешесі әдеттегідей Андрейді сұрақ қалады. Андрей оны жуату үшін барынша өтірігін соғып, жай әшін бүйткен ғой, жай әшін сөйткен ғой дейтін жауаппен сендіргендей болады. Алайда Светаның шатыры кетіп, түннің ортасында бағдарламалары бітіп, дыңылдап тұрған экранға қарап, Андрейге 1 грамм сенбейтінін айтады. Ертесіне Света Андрейді жетектеп, Суворов әскери оқу орнына апарады. Бұл жақта Андрей басшымен жолығып, оның бойындағы жеп жататын қасиетін бетіне басып, кабинеттен қуылады да, сыртқа шыққанда шешесіне түстім деп өтірігін соға салады. Мына жақта Марат Айгүлмен кездеседі. Айгүл қас-қабағын түйіп алып, 2 күн бойы хабарсыз кеттің, қайда болдың деп ренжіп Маратпен арақатынасын үзеді. Ал мына жақта Кощей Бухалович қызын құшақтап, арақ шарап темекіге қақалып отырғанда, Андрей кеп қалып, сені ана жақта Вова шақырып жатыр деп оны аулаға алып шығады. Осы сәтте Кощей Хади Такташтың старшактарымен сөйлесуге қорқып, өтіріктен Ералашқа бәле жаба салғаны анықталады. Арасында бір кісі келіп, жақын маңдағы видео салонын жарнамалап, мекен жайын айтып кетеді. Оны Кощей қуып жібереді де, осы төңіректегі пацандарды мен тәрбиеледім, бәрі менің арқамда деп міндетсінуге көшеді. Алайда соның кесірінен мынадай әурешілік туындағанын ұмытып кеткен болар. Бір кезде Адидастың оған қарсы шағымы жөн болып, пацандар Кощейді таптап соққыға жығады да, көше біздің қарауымызда дейтін ұрандарымен ауланы басына көшіреді. Артынша пацандар Кощейдің сақтап жүрген сейфін ашып, ішінен жиналған ақшалар мен қалталарын толтырып, көше шулатып, қаңғы бастықтарына басады. Оған қоса револьвер де өзіне ұсталатын қолын тапқанына риза болады. Біраз уақыттан соң пацандар әлгі жарнамалап кеткен кісінің видео салонына барып, неше түрлі фильмдер көреді. Арасында енді не көретіндерін көрсетпей-ақ қояйын, әйтеуір барлығы әжетханаға кіріп оңашаланумен болады. Соңында видактың иесі жақсы пайда тапқанына қызыққан Адидас, бізге де осындай ашу керек дегендей ойға келеді. Ал ойлардың барлығы ылғи да адал бола бермейтінін жақсы түсінеміз. Содан Марат пен Турба бір айналып келіп, салонның иесін әңгімеге тартып, оның көзін алдай тұрады. Сол уақытта Андрей терезе арқылы бөлмеге еніп, видеомагнитофон мен бір қатар кассеталарды ұрлап кетеді. Бірақ оны үй иесі көріп қойып, оның түрін жаттап алады. Ал мына жақта Илдар Равильмен болған оқиғаны тергеп, куәгерлерден ақпарат сығып алумен айналысып отырады. Артынша кезекшіні сұрақ қалғанда, ол Андрейге ұқсайтын бір баланың палатаға кіргенін айтып, қыңқ етеді. Түнге қарай Марат пен Андрей үйге оралады. Марат өз үйіне қоңырау шалып, шешесімен хабарласады да, одан түрсүймайкім дайындап қойшы, папа азанда жұмысқа кеткенде барып алып кетем дейтін сәлемдемесін береді. Біраздан соң барлығы үстел ойынын ойнап отқанда, Илдар келіп Маратты үйден қуа бастайды. Света Марат үшін тұрып беріп, керісінше өзін қуып жібереді. Кетіп бара жатып, Илдар Андрейді оңашаға шақырып алып, әлгі Равильдің жағдайы ауыр екенін хабарлайды. Егер ол өліп қалса, Андрейді түрмеде үлкен өмір күтіп тұр деген сөз. Сондықтан ол ертең Андрейді өз еркімен бөлімшеге келіп, анық-қанығын айтып кетуін сұрайды. Азанда Марат мұзбен қаруланып, әкесінің кетіп қалғанын күтіп тұрады. Ол кеткен соң үйге кіргенде, байқұс шешесі оған керек жарағын, тамағын салып беріп, шығарып салып жатқанда, алдынан әкесі шығып қалып, бопты, қорықпай-ақ үйде жүре берші деп екеуінің тақымдарын жібереді. Андрей Иринамен кездеседі. Ол Равильді ұрған Андрей екенін түсініп, оған тырысып жүреді. Сонда Андрей, ол жексұрын Ералашты өлтірді, оған сот жоқ. Ал мен оның сазайын беріп қалып едім, бүкіл кінә маған жүктеледі екен, дейтін зарын айтады. Оған Ирина, негізі ауыр халде жатқан ауруды ұрған адамды мен сыйламаймын деп жауап беріп, оны қуып жібереді. Мына жақта кешкі ас кезінде Марат пен Адидас дастархан үстінде отырғанда әкесі келіп, бас киім жайлы подкасттарын бастап жібереді. Тәрбиеге Адидас та жағаласып, оны осы сәттен бастап қадағалайтын жайлы айтады. Нәтижесінде әкесі одан аттестатты аман-есен алып шығуын талап етіп, Маратты басқа мектепке беретін болып шешеді. Ертесіне Светлана Флюра Габдуловнамен жолығып жатқанда, ол бұның басындағы өзінің бөрігін танып, оның ұрлық екенін айтып түсіндіреді. Светлана ұялғаннан қояр орын таппай үйіне жалаңбас қайтады. Үйіне келгенде ол барынша шатырдан тайып, жанып тұрған газға шашын өртіп, Юля мен Андрейді шошытады. Әрі қарай сұмдықтың көкелерін енді 5 пен 6 серияларда көретін боламыз. Жіберіп алмаңдар.